Осындай қытырлақ тауықтың етін сатып алып дәмін көріп жүрсеңіз, ал енді үй жағдайында жасап көрейік. Өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады және жасалу жолы да оңай. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті қажет. Тауықтың төс етін осылай майдалап турап аламыз. Жіңішке етіп тураймыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы әрі оңай рецепттер бар. Ал жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Осылай тауықтың еттерін турап аламыз барлығын. Видео сізге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Осылай дайындап алдық. Ал келесі ұнымызды ыдысымызға саламыз. Ортасын кішкене ашамыз. Және бір ас қасық паприка қосамыз. Қара бұрыш қосамыз, ас тұзын қосамыз. Және тауық етіне арналған арнайы дәмдеуішті қосамыз. Араластырамыз толықтай ұнменен. Және суымызды қосып отырамыз. Венчикпен араластырып, осылай аз-аздан суды қосып араластырамыз. Қою масса болғанша осылай араластырып шығамыз. Екі дана жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Іртіктерін қалдырмай араластырамыз. Турап алған тауық еттерімізді қосамыз. Араластырамыз. Және үстінен жауып 20 минутқа ұстаймыз. Және де бізге осындай арнайы ұнтақ қажет. Ыдысымызға салып аламыз. Тауықтың етін осы ұнтағымызға аунатып аламыз. Және қызып тұрған майымызда екі бетін қызартып, қуырып аламыз. Келесі бөліктерінде дәл осылай жасаймыз. Қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Келесі бетіне аударамыз. Пісіп болған соң қағаз майлықтарымызға алып аламыз. Өте дәмді әрі қытырлап тұратын тауықтың етін жасап көріңіздер. Үйде жасаған дәмдірек әрі мол болып шығады. Арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.